Көп ретте пештерді орнату кезінде өрт қауіпсіздігі талаптары ескерілмейді. Пештің алдына міндетті түрде өлшемі 50-70 см болатын металдан жасалған төсем салынуы керек. Бұл аяқ асты пештің аузы ашылып кеткен жағдайда ішіндегі оттың басқа жанғыш материалдарға түспей, металл төсемеге түсіп қауіпсіздіктің сақталуына ықпал етеді. От жаққан кезде ескерілетін қауіпсіздік ережелері: пешті шамадан тыс қыздырмау. Пешті мүмкіндігінше түске дейін немесе түстен кейінге бөліп жағыңыз. Түнде ұйқыға жатар алдында 1 сағат бұрын пешті жағып болу керек. Пеш маңындағы қорғаныш бетіне отын, басқа да жанғыш заттар мен материалдарды орналастыруға болмайды. Жанғыш материалдарда пешке жақын сақтау және кептіру өте қауіпті. Сонымен қатар, жанып жатқан пешті қараусыз қалдыру немесе оларды қадағалауды жас балаларға тапсыру өте қауіпті. Және де от жағар алдында пешке тамыздық ретінде бензин, керосин, дизельді отынды пайдалануға тыйым салынады. Пештен шығарылған күл мен шлакқа су құйып сөндірілуі тиіс, және олар арнайы дайындалған қауіпсіз орынға апарып тастау қажет. Түтінді құбырлардың жарамдылығын және уақытылы тексерілуін қамтамасыз етіңіз. Ақаулығы бар пештерді пайдалану қайғылы жағдайға әкеп соғуы мүмкін. Қауіпсіздік шараларын толық сақтаңыздар. Өзіңізге және жақындарыңызға қамқор болыңыз және қауіп төндірмеңіз.